Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді ассорти компоттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен банкаларымызды ыстық судың буында булап алатын боламыз. Бұл компоттың ішіне мен алмамызды, алмұртты және жүзімнің екі түрін қостым. Енді банкамызды суытып алмай, барлығын жақсылап араластырып, орналастырып шығамыз. Ең астына мен қара жүзімді орналастырдым, содан кейін жасыл жүзімді, алма мен алмұртты кезектесіп салып отырдым. Енді қайнап тұрған ыстық суымызды әкеліп, банкамызды толтырып құйып қоямыз. Банкамызды осы қалпында 20 минутқа қойып қоямыз. Жемістерімізді ыстық судың ішіне қоюымыздың себебі 20 минутта ыстық су буында микробтардың барлығы өлетін болады. Міне бізде 20 минут уақыт өтті. Банкаға құйған суымызды қайтадан бір ыдысқа құйып аламыз. Суымызды отқа қойып, сақырлатып қайнатып аламыз. Бізде суымыз қайнап жатқан кезде банкаларымызға мөлшер бойынша қантымызды салып дайындап қоямыз. Мен 2 литрлік банкаға 200 грамм қант қостым, 3 литрлік банкаға 300 грамм қант салдым. Міне біздің суымыз жаңа суып қалып еді, енді сақырлап қайнап жатыр. Осы суды қайтадан банкаларға құятын боламыз. Егер сізге осы видео пайдалы болып жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз, алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Суымызды құйып болғаннан кейін осылай қақпақтарын жақсылап жапқышпен жауып шығамыз. Содан кейін қантын араластыру мақсатында ары-бері банканы аударатын боламыз. Егерде де менікі сияқты айналдыра отырып жабатын жапқыш болса, жапқышты қақпақтың үстіне қойып, 9 рет санап тұрып айналдырсаңыз, банкаңыз жабылды деген сөз болады. Егер өзіңізге сенімсіз болсаңыз, қайтадан 9 рет айналдырып, жақсылап жауып шықсаңыз болады. Бірақ банканы ары-бері шайқап, қантты ертіп алуды ұмытпаңыздар. Қантымыз толық ермей қалса, ол да банканың атылуына себеп болады. Міне видеода мен қантын жақсылап ертіп жатырмын. Банкаларымызды төңкеріп, жылы жерге, жылы одеялмен орап қоятын боламыз. Банкаларымыз әбден суығанша сол жерге тұруы керек. Осы видео туралы өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Тағамдар каналы.